Рахат Ғизатуллин садақ ату өнерін насихаттап жүрген әріптесіміз. Маңғыстау мұнай құбыры басқармасы Жетібай мұнай айдау станциясының электромонтері болып еңбек етеді. Жұмыстан тыс уақытта дәстүрлі садақ атумен айналысады. 2022 жылдан бері ұлттық құндылықты жаңғырту жолында өңірде ашылған орталықта шәкірт тәрбиелеп жүрген жаттықтырушы. Садақ атып тұрған кезде бағызы бір бұрынғы замандарда батырлардай сезініп кетесің өзіңді. Рухтанып кәдімгідей. Және де ол сезім, ол күй адамға өзінің өмірінде басқа да бір үлкен жобаларға, үлкен істерге жол ашады деп ойлаймын. Ұлттық спорт жаһандану заманда ақпараттық ағын ортасында қалған адамның ойын жинақтауға көмектеседі. Мергендер алаңға ұлттық киімсіз шықпайды, яғни сайыста тек спорт дамымайды, қазақтың рухы жаңғырады. Гаджетке байланған оқушылар үшін де пайдалы. Шынығып қана қоймай ашылып, ортаға бейімделіп ұлттық танымды артады. Елім дейтін ерлерді тәрбиелеуге сәл де болса үлес қоссақ дейді әріптесіміз. Садақ атуда ең бірінші маған өзіме берген нәрсе тұрақтылық. Сабырлық, тұрақтылық соған. Егер бірден қуанып кететін болсаң, болды, одан кейінгі оқтарың тимейді. Немесе бірден жаңағыдай салың суға кетіп, қайғырып соған тимейді, ашуланатын болсаң, онда да тимейді. Бүгінде Қазақстанда садақ атумен 2000-нан астам адам айналысады. Ұлттық спортқа аруларымыз да қызығады. Рахаттың шәкірті Рима Атабаева республикалық чемпионатта 4-ші орын алды. Қазір өзі де шәкірт жаттықтырып жүр. Садақ ату деген адамға рух береді, жігер береді, өзіңнің көздеген мақсатыңа жетуге ықпал етеді деп айта аламын.